Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін каналымда чечевичный суп, яғни қызыл жасымақ сорпасын дайындайтын боламын. Алдымен жуаны кубиктап турап аламын. Одан кейін сарымсақты жұқалап турап шығамын. Одан кейін сәбіз бен морковымды да 4 бұрышты қылып жұқалап турап алатын боламын. Газге атсымды қойып, ішіне сұйық майымды қоямын. Сұйық майым қызғаннан кейін жуа мен сарымсақты салып 5 минуттай қуырып алатын боламын. Асты жабыс қалмас үшін қасықтың көмегімен араластырып отырамын. Қуырылғаннан кейін сәбізімді саламын да тағы да 5 минуттай қуырып алатын боламын бірге. Қуырылғаннан кейін үлкен қасықпен томатный паста салдым. Жақсылап араластырып, бес минутқа тағы да қойып бетін жауып қойдым. 5 минуттан кейін картоплымызды саламыз. Бес минуттан общий қуырылып болғаннан кейін енді қызыл жасымағымды салатын боламын. Асты жабыс қалмас үшін осылай араластырып аламын қасықтың көмегімен. Одан кейін қайнап тұрған ыссы суымды толықтай құйып шығатын боламын. Суды толық құйып болдым. Қасықтың көмегімен араластырамын да. Дәміне қарай тұз салдым. Енді бір қайнағаннан кейін астын жауып тастап, жай отта 25-30 минутқа қойып пісіріп алатын боламын. Бетіндегі бір қайнағаннан кейін бетіндегі осындай көбіктерін алып тастадым. Қайнағаннан кейін астын жай отқа басып 25-30 минутқа пісіріп алдым. Мінекей дайын болды. Енді дәл осы күймен миксердің көмегімен араластырып аламын. Миксердің көмегімен толықтай араластырдым. Дәл осындай болып шықты. Енді еріп тұрған сары майымды осылай газге ысытып, ішіне универсал приправа және қызыл бұрыш, паприка
және қара бұрыш салып араластырамын. Дәмдеуіштердің барлығын толық салып 5 минуттай, тек қана 5 минуттай араластырып сорпама салатын боламын. Бұл сорпаның дәмін келтіру үшін және қош иіс беруші. Дайын болғаннан кейін сорпама құямын. Құйғаннан кейін қасықтың көмегімен араластырып жіберетін боламын. Сорпамыз дайын болды. Бізге ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және өз қалауыңызша лимонның суын осылай құйып жіберуіңізге болады. Видеом ұнаса міндетті түрде лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.